Сәлеметсіздер ме, балалар? Орыс тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, дорогие ребята. Начинаем урок русского языка. Третий класс, второй урок. Орыс тілі сабағын бастаймыз. Екінші сабақ, үшінші сынып. Раздел «Живая природа». Тема урока «Уроки живой природы». Жанды табиғат бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы жанды табиғат сабақтары. Цель урока: ты научишься слушать и понимать устную речь и главное содержание коротких текстов. Сабақтың мақсаты сен ауызша сөзді және қысқа мәтіндердің басты мазмұнын тыңдауды және түсінуді үйренесің. Упражнение номер 1. Поиграем. Бірінші жаттығу ойнайық. Слова рассыпались. Собери их, запиши. Сөздер шашылып қалды. Оларды жина, жазып ал. Птичья школа. Құстар мектебі. Упражнение номер 2. Послушай, екінші жаттығу тыңда. Птичья школа, құстар мектебі. На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Ауладағы ескі жуке ағашында тіршілік жандануда. Әлде біреу таң сәріде мынадай хабарландыру іліп қойыпты. Открыта школа для птенцов, уроки все с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. Балапандарға арналған мектеп ашылды. Барлық сабақ сағат 5-тен бастап. Мұнда тіпті жазы да барлық пәндерді оқуға болады. И ровно в 5 часов утра слетелась птичья детвора, воробушки, голчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Тура таңғы сағат 5-те құстардың балапандары ұшып келді. Торғай, шауқарға, саршымшық, сұр қарлығаш, торғай балапандары, сауысқан қарға, шымшық және қара торғай балапандары. Заходер. О чем это стихотворение? Тақпақ не туралы? Стихотворение про птиц. Почему школа называется птичьей? Кто ее ученики? В этой школе учатся птицы. Бұл мектепте, неліктен мектеп торғайлар мектебі деп аталады? Оны оқушылары кімдер? Бұл мектепте құстар оқиды. Оқушылары воробушки, голчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы, скворцы. Оның оқушылары құстар торғай, шауқарға, саршымшық, сұр қарлығаш, торғай балапандары, сауысқан қарға, шымшық және қара торғай балапандары. Запиши эти слова в предметы. Осылардың сөздері жазып қоямыз дәптерімізге. Докажи, что птицы живая природа. Құстар жанды табиғат екенін, табиғатқа жататын дәлелде. Прочитай в тексте объявление для птенцов. О чем оно? Хабарландырған құстарға арналған мәтінді оқып шық, ол не туралы айтылған. Да, птицы относятся к живой природе, потому что могут двигаться, питаться, расти. Құстар жанды табиғатқа жатады, себебі олар қозғала алады, тамақтанады және өседі. Хабарландыру, здесь объявление. Открыта школа для птенцов. Уроки все с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. Упражнение номер 3. Догадайся. Ойлан тап. Попробуй вспомнить, как и о ком так говорят. Келесілер қалай кім туралы айтылады? Еске түсіріп көр. Болтливая, как сорока, сайрауық, сауысқан сияқты, мудрая, как сова, үкі сияқты данышпан, каркает, как ворона, қарға сияқты қарқылдайды, хитрая, как лиса, түлкі секілді, қу, зоркий, как заяц, зоркий, воет, как волк, қоян сияқты қырағы, воет, как волк,
қасқыр сияқты ұлиды. Упражнение номер 4. Творческое задание. Шығармашылық тапсырма. Познакомься с информацией в объявлениях. Что ты узнал? Хабарландырудағы ақпаратпен танысып шық, сен не білдің? В свободное время в паре с одноклассником придумайте свое объявление и оформите его. Өз уақыттарыңда сыныптасын жұптасып, өз хабарландыруларыңды ойлап, шығарыңдар және оны рәсімдеңдер. Объявление 10 сентября в школе будет проводиться конкурс рисунков до свидания лето. Победителя ждет путевку в Астану. Хабарландыру 10 қыркүйекте мектепте қош бұл жаз тақырыбында суреттер конкурсы өтеді. Жеңімпаз Астанаға жолдама алады. Второе объявление. Екіншісі. Добро пожаловать в нашу школу. Біздің мектепке қош келдіңіздер. С 1 по 10 сентября идет запись в кружок юные биологи. Вы узнаете много интересного о мире растений и животных. Мы ждем вас. 1 қыркүйек пен 10 қыркүйек арасында жас биологтар үйірмесіне жазылу жүргізіледі. Сендер өсімдіктер мен жануарлар туралы көптеген қызықты нәрселерді білесіңдер. Біз сендерді күтеміз. Объявление хабарландыру 6 октября в школе будет осенний бал. 6 қазан мектебімізде күзгі бал болады. Упражнение номер 5. 5-ші жаттығу прочитай. Оқы. Сорока прыгала по веткам и без умолку болтала, а ворон сидел и молчал. Сауысқан бұтадан бұтаға секіріп, аузын жаппастан сайрады. Ал қарға үндемей отырды. Что же ты, ворон, молчишь? Қарға, сен неге үндемей отырсың? Веришь тому, что я рассказываю? Менің айтып отырғандарыма сенесің бе? Нет, не верю, сорока, отвечал ворон. Жоқ, сауысқан, сенбеймін деп жауап берді қарға. Кто много болтает, тот, наверное, много выдумывает. Кім көп сөйлесе, ол көбісін ойынан шығаруы мүмкін. По Ушинский бойынша. О чем этот рассказ? Бұл әңгіме не туралы? Запиши выделенные слова и подбери к ним нужные слова предметы. Қарамен жазылған сөздерді қажетті зат есімдермен жазамыз. Сорока прыгала. Сорока болтала. Ворон сидел. Ворон молчал. Дәптерімізге жазып аламыз. Упражнение номер 6. Поработай с текстом. Прочитай вопрос и ответ, соблюдай интонацию. 6-ші жаттығу мәтінмен жоқ жаса, екпінді сақтай отырып сұрақ пен жауапты оқып шық. Болтуны, хвостуны. Мылжың, мақтаншақтар. Болтуны, хвостуны. Для чего? Они нужны. Мылжыңдары, мақтаншақтар, олар не үшін қажет? Для того, чтобы знать, наверное, что болтать и хвастать скверно. Өмірбеков. Бәлкім мылжыңдау және мақтану жаман екен білу үшін шығар. Назови жанры текст про сороку и ворону из задания 5 и болтунов-хвостунов. Задание 6. Сауысқан мен қарға туралы 5-ші тапсырма және мылжың мақтаншақтар туралы мәтіндердің жанрын ата. Жанр текста про сороку и ворону. Это рассказ. Бұл жанр сауысқан мен қарға туралы әңгіме. Жанр текста про болтунов, хвостунов это стихотворение. Ал екінші упражнение 6-дағы бұның жанры мылжың мақтаншақтар туралы тақпақ, өлең. В школе в жизни так бывает? Найди в тексте и еще раз прочитай. Основная мысль, что болтать и хвастать скверно. Мектепте өмірімді жағдай бола ма? Ты, наверное, понял, что слова болтуны и хвостуны образованы от слов действий болтать и хвастать. Мылжыңдар мақтаншақтар сөздері мылжыңдау және мақтану деген етістіктерден түзілгенін сен түсінген боларсың. До свидания, ребята. До следующего урока.